Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы шаш қию бөліктерге бөлу. Мақсатымыз бөліктерге бөле отырып шашты қиюды үйрену, аймақ бөліктерін ажырата білу. Жаңа сабақ шаш қию, шаш бөліктерге бөлу және бөліктерге бөлмес бұрын гигиеналық тазалықты сақтау керек. Яғни шебер, таза киіну қажет, жағымсыз иіс керек. Жұмыс барысында тырнақ қысқа болу қажет. Қолында сақина, білезік секілді нәрсе болмау керек. Кез келген шаш қию және сендеу кезінде шашты аймақтарға бөліп, бөлінген бөліктерді қыстырғыштармен қоямыз. Шашты бөліктерге бөлу түрлері бірнеше түрін байқап көрейік. Алты бөліктен маңдай бөлігі, артқы бөлігі, желке бөлігі, төбе бөлігі, доға бөлік, үш бұрышты бөлік, тік бұрышты бөлу, домалақша бөлу, желке бөліктері, еңбек бөліктері, шүйде бөліктері және бірнеше түрін өздеріңіз көріп отқандай бақылап көрулеріңізге болады. Сондықтан шаштың бірнеше үлгілері бар болғандықтан аймақ бөліктерінің енді бүгін біз жаңа түрін техникалық үрдіс ретінде көрсетейін. Сызбаларын керекті заттарымызды қолданамыз. Бірінші кезде біз шаштың артқы бөлігін бөлеміз. Артқы бөліктерінен біз төбе бөлігінен желке тұсына дейінгі бөліктерді аламыз. Желке сызығын сызып және сол төбеден желке сызығының арасында 1 сантиметр аралықта оңға қарай және одан ары қарай оң жақ бөлігінің құлақ үстіне қарай бөліктері, сонымен қатар құлақ үстінен кейін еңбекке қарай бөлігін бөлеміз. Сонымен қатар оң жақ бөлігін алғаннан кейін екінші сол жақ бөлігінде де дәл сондай үлгіде сыза отырып, барлығын көрсетіліп отқан үлгідей бөліп отырып шашты қиямыз. Еңбек бөлігін байқап тұрған шығарсыңдар. Еңбек бөлігінен бастап барлық домалақша үлгіде шашты аймаққа бөліп шығамыз. Алдыңғы бойын көріп отырмыз. Енді сабақты түсінген болармыз. Енді соны бастар кезде бір тұтам бөлікті бөліп отырып, қаншалықты алатын үлгісін 1 сантиметрде болмаса ұзын шашқа, болмаса қысқа шашты қолдана отырып, бір тұтам алу арқылы шаш үлгісін кесе бастаймыз. Міне өздеріңіз суретте көріп тұрғандай, домалақтау үлгідегі шығарып атқан шаш үлгісі. Ағымдылық бөлікте және қосымша әртүрлі үлгіде шаш алғандарымызды осы бүгінгі сабақ үлгі ретінде жаңа сабақты пайдалана отырып, үйде өз жұмыстарыңызды орындап және де видеоға, болмаса WhatsApp арқылы жіберулеріңізге болады. Ағымдағы бөлікте барлығын жасап көрсетулеріңізге көрсетіп түсіндіріп бересіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға